Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы пароль сенімділігі. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты браузер параметрлерін қолдану, файлдары қоса берілген хабарламаларды электрондық пошта арқылы қабылдау және жіберу, сенімді пароль критерийлерін айқындау. Бүгінгі сабақта браузерді жүктеп орнатамыз, сенімді пароль құру критерийлерін анықтаймыз, браузерлерді баптау құралдарын қолданамыз. Қанекей балалар, сұраққа жауап беріп көрейікші. Пароль дегеніміз не? Пароль ақпараттарды қорғауға арналған құпия сөз немесе таңбалар жиыны. Яғни, компьютерімізді, ұялы телефонымызды бөгде кісінің қолдануына жол бермес үшін өз паролімізді орнатамыз. Сен өз электрондық поштаңа қандай браузер арқылы кіріп жүрсің? Қазіргі таңда әлеуметтік желідегі парақшама кіре алмай қалдым. Біреу менің поштамның паролін бұзып тастапты деген сөздерді жиі естиміз. Сондықтан сенімді пароль критерийлері болуы шарт. Бірінші, пароль тым қысқа болмауы керек, себебі оны оңай бұзуға болады. Ең көп қолданылатын парольді пайдалануға болмайды. Яғни 1-ден 6-ға дейінгі, 1-ден 9-ға дейінгі сандарды қолдануға болмайды. Пароль тек пайдаланушы туралы жалпыға қолжетімді ақпараттан тұрмауы қажет. Мысалы, пароль туған күннен немесе туған жылыңнан тұрмауы тиіс. Әлеуметтік желідегі парақшамыз немесе поштамыз қауіпсіз болу үшін сенімді пароль орнатамыз. Бұл жеке деректерді қорғауға, хаттарды, файлдардың құпиялылығын сақтауға, басқа да материалдардың құпиялылығын сақтауға мүмкіндік береді. Өзгенің паролін бұзып, ондағы ақпараттарды қолдану құқықтық жауапкершіліктің бұзылуын білдіреді. Интернеттегі және кітаптағы ақпараттардың өз иесі бар. Сондықтан ақпараттарды рұқсатсыз пайдалануға болмайды. Міндетті түрде авторын көрсетіп отыруымыз керек. Авторлық туынды заңмен қорғалады. 2012 жылдың маусым айында интернет қолданушылар белсенді қолданатын ең сенімсіз парольдердің тізімін анықтады. Солардың ішіндегі ең біріншісі паспорт, парольдің ағылшыншасы. Және екінші орында 1-ден 6-ға дейінгі сандар тізімі. Бірінші паспорт, одан кейін алдарыңызда көріп тұрғанда 1-ден 8-ге дейінгі сандар, одан кейін ABC 1-2-3, бірыңғай бірлер немесе бірыңғай сандар, 1-ден 6-ға дейінгі сандар немесе 6-дан кейін қарай сандар, барлығы оңай парольдар болып есептеледі екен. Осы парольдарды қолдануға болмайды. Суреттен не көріп тұрмыз? Браузерлер, бірінші Mozilla, екінші Google Chrome, үшінші Internet Explorer. Бұлардың барлығы браузерлер деп аталады. Ал браузердің бірнеше түрі бар. Солардың ішіндегі ең көп қолданылатыны Google Chrome. Бүгін біз Google Chrome'ды қалай орнату керектігін үйренеміз. Ол үшін компьютеріміздағы бар браузерді ашамыз. Мысалы, бізде Яндекс. Яндекстің іздеу қатарына Google Chrome скачать деп жазамыз. Ашылған терезеден біріншісін таңдаймыз. Мінекей, скачать Chrome батырмасын басу арқылы біз оны жүктейміз. Жүктелген файлды қай жақтан көре аламыз? Ол үшін мой компьютерді 2 рет басу арқылы папканы ашамыз. Осы ашылған папканың сол жақ қатарынан загрузки қалташасын табамыз. Ашқан кезде жүктелген барлық файлдар осы жерде сақталады. Соңғы файлымыз Chrome Setup деп тұр. Осыны 2 рет басу арқылы біз орнатамыз.
Мінекей біз Google Chrome'ды орнаттық. Бүгінгі сабақ бойынша сұрақтарға жауап беріп көрейік. Браузер дегеніміз не? Ол не үшін қажет? Интернеттен браузерлерді қалай көшіруге болады? Қандай сенімді пароль критерийлерін білесіңдер? Бүгінгі сабақ бойынша сұрақтарың болса, мұғалімге электрондық пошта арқылы жіберіңдер. Егер пошталарың жоқ болған жағдайда, телефоннан немесе компьютер арқылы пошта құрыңдар.